Кайырлы күн баршаға. Қазір мен осы видеода ИП-ға, яғни ИП-ны упрощенка режимде қалу үшін өтініш қалай тастаймыз, соны көрсетемін. Ол үшін кабинет залқа ECP-мен кіріп алып, осы бірінші беттегі мына сарының ішіндегі подать документ дегенді басамыз. Төменге қарай түсіп, төртінші бетке өтсеңіздер, осы жақта заявление бар. Яғни мына жерде бірінші тұр. Дәл осы сөзді мұқият қарап аласыздар. Кейде бұл төменде тұруы мүмкін. Уведомление о применяемом режиме налогообложения деген, осыған кіріп, подать дегенді басамыз. Енді осы жерде мінекей бірінші тұрғанды басамыз, яғни упрощенкаде қалу деп тұр. Мен упрощенка деген таңдаймыз да. Төмендегі А деген тағы да қосамыз. Галочка қоямыз осы екі жерге. Талап батырмасын басамыз. Мына екі жерге де галочка қоямыз, және де мына жерде ИП-ның өзі автоматын орналасқан жері шығарып тұрады. Егер сізде случайно басқа жер болса, мына жақта профильден тексеріп жөндейсіздер, мына жақта кетіріп жазып, бізде қазір бейнеуде тұр, осылай дұрыс, енді сформировать дегенді басып, ECP-мен қол қойып жібереміз. Енді жіберген заявлениемізді қаяқтан көреміз? Осы жақтағы кабинеттің ішінде налоговое заявление деген бөлімге өтсек, мына жақта мінекей тұр, ең статус деген жеріндегі менде қазір подписан болып тұр, осы жер принят болса, уже қабылданды деген сөз. Яғни осы 2026-ның бірінші айының 01.01-ден бастап, яғни сіздер упрощенка режимінде қаласыздар. Бір болғаны осы, түсінбесеңіздер комментарийға қойыңыздар сұрақтарыңызды. Каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер.